Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге организмді токсиндерден тазарту және бауырдағы детоксикация процесі туралы айтамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментария қалдыруға болады. Қазір технология дамыған заманда экологиялық катастрофа десек те болады. Тағам мен топырақтың құрамы, сапасы нашар және организмге сыртқы ортадан түсіп жатқан токсиндер қазір өте көп. Әрине осылардың барлығы организмдегі табиғи тазару, яғни табиғи детокс процесін бұзады. Организмді токсиндерден тазартуды бірінші организмге түсетін токсиндердің көзін шектеуден бастау керек. Олар тамақ, су және пластик ыдыстар, күнделікті қолданылып жатқан заттарымыз, мысалы ыдыс жуатын, кір жуатын заттар, парфюмерия, косметика барлығының құрамында токсиндер бар. Сондықтан әрбір затты алатын кезде құрамын оқып алуға тырысыңыз. Ең қауіпті токсиндердің түрлеріне тоқталсақ, біріншісі афлатоксиндер. Олар жаңғақ және дәнді дақылдар дұрыс сақталмаған кезде грибок, зең пайда болады. Осының әсерінен афлатоксиндер пайда болады. Афлатоксиндер бауырға өте зиян болып табылады. Сондықтан осы нәрсеге мән беріңіз. Екіншісі формальдегид Е240. Бұл шырын, яғни сок, варенье және консерваның құрамына осы заттарды қосады. Әрине олар организмге зиян. Үшіншісі акриламид. Ол сұйық майды бірнеше рет қолданғанда, яғни жоғары температурада бірнеше рет қайнатылған уақытта акриламид пайда болады. Әрине сіз сырттан тамақтанғанда, әсіресе біз жас балаларға фри берген кезде сіз білмейсіз, ол фри бірінші рет қолданған майға пісірілді ма, немесе бірнеше рет қолданылған майға пісірілді ма. Сондықтан үйдің тамағын жеуге тырысыңыз. Кейінгісі бифенол. Әрине бұл пластик заттардың, пластик ыдыстардың құрамынан бөлінетін зат. Сондықтан неврологиялық аурулармен ауыратын балаларға ДЦП, ЗПР кезінде пластикті шектеу керек деп айтады. Қазір онкологияның, әйелдер арасында әсіресе онкологияның көбеюінің себебі де осы пластиктар болуы мүмкін деп айтады, яғни бифенол токсиннің әсерінен болуы мүмкін. Ауыр металдардың тұздары, бұл хром, молибден, свинец, сол сияқты металдардың тұздары болып табылады. Әрине бұл токсиндер организмде көп ауруларға алып келеді және бауырдағы детоксикация, яғни бізде білесіздер, бауырда токсиндер залалсыздандыру керек. Егер осылар көп жиналатын болса, бауырдағы залалсыздандыру процесін бұзады. Детокс органдарға тоқталып кетсем. Қалыпты жағдайда қорытылмаған тағам қалдықтары тоқ ішектен нәжіс болып сыртқа шығу керек. Егер сізде запор болатын болса, немесе тоқ ішекте ұзақ уақыт сақталатын болса, ол қанға сіңеді, қанмен бірге бауырға барады. Бауырда залалсыздандыру процесі өтеді. Сосын аш ішектен қайтадан тоқ ішекке өтеді. Тоқ ішекте ұзақ уақыт сақталғаннан кейін олар қайтадан қанға сіңеді және бауырға токсиндер залалсыздандыру үшін қанмен бірге бауырға барады. Бұл әрине бауырға нагрузка болып табылады. Әрине ол токсиндер бауырда жинала бастайды және қанның құрамының өзгеруіне немесе ластануына алып келеді. Қанмен қоректенетін органдардың жұмысының төмендеуіне алып келеді. Әрине жас үлкейген сайын организмде токсиндердің саны да көбейеді. Соған қарай әртүрлі ауруларда пайда бола бастайды. Ұзақ уақыт нәжіс тоқ ішекте сақталғаннан кейін ол ішектің ұлғаюына және деформациясына алып келеді. Соның әсерінен ішектің шырышты қабаты қанмен қамтамасыз етілуі төмендейді және әртүрлі аурулар, геморрой, колит және
әртүрлі жаңа пайда болған түзілістердің пайда болуына алып келеді. Организмде жақсы детоксикацияда өкпенің алар орны ерекше. Сондықтан күнделікті таза ауада серуендеуді және тыныс алу жаттығуларын жасауды ұмытпаған дұрыс. Детокс органдарға бүйрек, өкпе, бауыр, асқазан, ішек жолдары және тері жатады. Бауыр функциясына тоқталып кетсем, бірінші бауырда токсиндердің залалсыздандыру процесі болады. Екінші, егер рационда шектен тыс көмірсулар болатын болса, көмірсулар алмасуының бұзылысы бауырдағы жировой гепатоз немесе инсулина резистенциямен байланысты. Үшінші, бауырда өт түзіледі және холестериннен кортикостероидты гормондар синтез болады. Тек қана синтез болып қана қоймай, олардың деңгейін де реттеліп отырады. Сондықтан эстроген доминированиямен байланысты аурулар, варикоз, эндометриоз, миома, киста барлығы бауырдағы детоксикация процесімен байланысты. Содан бауырда А, Е, Д, В9, В12 витаминдердің синтезі болады және темір мен медтің қоры бауыр болып табылады. Олар бауырда запас ретінде сақталады. Бауыр зақымдалу белгілер, олар жалпы симптомдар: әлсіздік, ұйқының бұзылысы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі және дененің ісінуі, көз астының қараюы, денеде пайда болған тамырлы жұлдызшалар және алақанның сарғаюы және эстрогенмен байланысты аурулар, варикоз, эндометриоз барлығы бауыр зақымдалуының белгілері болып табылады. Өт бөлінуі бұзылысының белгілері: олар терінің және көз склерасының сарғаюы, денеде әртүрлі пигментті дақтардың пайда болуы, жаңа пайда болған қалдар, мысалы родинкалар, папилломалар және көз астында, қабақта ксантома, яғни жировиктардың пайда болуы, мигрень, бас ауруы, зәр түсінің өзгеруі, оң жақ қабырғасының ауырсынуы. Бауыр зақымдануын анықтау үшін УЗИ, яғни іш қуысына жасалынады және бауыр ферменттері, алат, асат, ГГТ, щелочная фосфатаза және билирубинге анализ тапсырасыз. Анализдің нәтижесіне байланысты диагноз қойылады. Организмдегі детоксты жақсарту үшін бірінші, дұрыс тамақтануға өту керек. Рационнан көмірсуларды шектеп, оның орнына пайдалы майларды қосу керек. Екінші, ментальды денсаулық. Сіз стресс немесе тез ашуланатын болсаңыз, стресс жағдайларында организмде мышечный зажим пайда болады. Соның әсерінен организм кислородты жеткілікті түрде алмайды. Және күнделікті таза ауада серуендеу керек. 2-3 сағат, 7000 немесе 10.000 қадам жүру керек. Спорттың да организмге өте көп пайдасы бар. Организмге түсетін токсиндердің деңгейін шектеу керек, азайту керек. Яғни пластик және басқа да токсиндерді шектеп, эко ыдыстарға ауыстыру керек ыдыстарды. Және ұйқы режимін сақтау керек. Бауырдағы залалсыздандыру процесінің бірінші фазасını жақсарту үшін капуста, N-ацетилцистеин және витамин С, магний, черный тмин, расторопша, силимарин барлығы осы бірінші фазаны жақсарту үшін осыларды қолдану керек. Ал екінші фазаны жақсарту үшін ол таурин, глицин, B12 витаминдері, соған байланысты әртүрлі витаминдерде қолданылады. Көп адамдарда осы бауырдың екінші фазасы бұзылған. Соның әсерінен жаңағы эстрогенмен байланысты аурулар көп, мысалы варикоз, миома, эндометриоз, киста барлығы осы бауырдың екінші фазаның бұзылысынан пайда болады. Әрине бұл кезде дәрігерге міндетті түрде қаралу керек. Себебі бұл егер сізде бауыр зақымдалуы, терідегі бауыр зақымдалудың негізі жедел
көріністері бұл терідегі өзгерістер болып табылады. Себебі ол токсиндер организмнен шықпағаннан кейін ол терідегі әртүрлі көріністермен байқалады. Жаңағы папиллома, родинкалар, пигментный тақтар дедік. Барлығы осы бауырдың детоксикацияның төмендеуінің белгісі болып табылады. Сондықтан міндетті түрде сізде осындай белгілер болатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралып, анализ тапсырылған, соған қарай дәрілерді қабылдаған дұрыс болып табылады. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.